Аллахол дегеніміз не? Ол қандай ауруларға көмектесе алады? Препаратты қалай дұрыс қабылдауға болады? Және аллахол кімге зиян тигізуі мүмкін? Осы сұрақтардың барлығына жауаптарды білгіңіз келсе, бейнені соңына дейін қараңыз. Осылайша сіз нұсқаулықта жазылмайтын көптеген пайдалы ақпарат алатын боласыз. Өкінішке орай бүгінгі күні көптеген адамдар бағасы арзан болған аллахолды қолдануды ұмытып кетті деп айтуға болады. Уақытпен тексерілген препарат өттің тұрып қалуынан көмектеседі, оның арнасын тазартады және өт тастарының пайда болуына жол бермейді. Оның төмен бағасына байланысты дәрігерлер аллахолдың пайдасы туралы мүлдем айтпайды, керісінше қымбат дәрі-дәрмекті ұсынып жатады. Ал дәрі-дәрмектің бағасы өте маңызды фактор. Себебі бауырдың, өт қабының және асқазан ішек жолдарының созылмалы ауруы бар адамдар дәрі-дәрмектерді күнделікті қабылдауға мәжбүр болады. Және қаржылай жақтан қарағанда бәрінің бірдей қымбат дәрі ала беруге қалтасы көтермейді. Сондықтан біз бүгін осы арзан, әрі зияны өте аз препаратты сіздерге айтуды жөн көрдік. Аллахол дегеніміз не? Аллахол ол өсімдік тектес өт айдағыш өнім. Қосымша компоненттері қалақай жапырақтары, кептірілген сарымсақ және белсендірілген көмір. Сондай-ақ препарат құрамында кремний диоксиді, балауыз, крахмал және басқа да көмекші заттары бар. Препаратта холик қышқылы бар. Ол өт шығару үшін шырышты функцияны қалпына келтіруге көмектеседі. Сарымсақ пен қалақай бактериоциттік қасиеттеріне байланысты ішектің патогендік флорасын жояды. Шірік процестер мен токсиндердің ашытуын тоқтатады. Белсендірілген көмір күшті адсорбент ретінде жеткіліксіз қорытылған тағамнан пайда болған шлактар мен токсиндерді тазартады. Оларды нәжіспен кетіруге көмектеседі. Өйткені аллахол жеңіл іш жүргізетін қасиетке ие. Тазарту нәтижесінде іштің кебуі мен метеоризмді жеңілдетеді, іш қатуға көмектеседі. Препарат өт ағынын реттейді. Осылайша ұйқы безіндегі қабыну процестерін азайтады. Өт жолдарында тастардың пайда болуын баяулатады. Бауырдың жұмысына оң әсер етеді, ас қорытуды және қоректік заттардың сіңуін қалыпқа келтіреді. Препарат ферменттермен бірге перистальтиканы белсендіреді және май молекулаларын ыдыратады. Бұл әрекет медицинада семіздіктің алдын алу және емдеу үшін қолданылады. Атеросклероз кезінде холестерин бляшкаларын болдырмайды. Сондай-ақ дұрыс өт ағымы, кальцийдің және сүйектің беріктігіне әсер етеді. Майда еритін дәрумендердің толық денеге сіңуін қамтамасыз етеді. Тұрақты қабылдау кезінде дәрі бір апта ішінде аурудың ауырсыну белгілерін минимумға дейін төмендетуі мүмкін. Аллахол қандай аурулардан көмектеседі? Егер сіз үнемі қыжылдан, оң жақ қабырға астында ауырсынудан, асқазанның ауырлығынан және жүрек айнуынан зардап шегетін болсаңыз, онда мәселе дәл өт тоқырауында болуы мүмкін. Бұл мәселені ескермеуге болмайды, өйткені өттің тоқырауы авитаминозға, метаболизмнің бұзылуына, остеопорозға және тамырлы атеросклерозға әкелуі мүмкін. Сонымен аллахол келесі жағдайда сәтті көмектеседі. Өт жолдарының немесе өт қабының дискинезиясы, холецистит, холелитиаз, холангит, созылмалы гепатит, бауыр циррозының бастапқы кезеңдері. Өт қабын алып тастағаннан кейін созылмалы іш қату, ішек тонусының төмендеуі, сондай-ақ созылмалы панкреатит кезінде өт тоқырауын алдын алады және өттің ағуын күшейтеді. Бауыр мен өт жолдарының жұмысын қалыпқа келтіреді. Ұйқы безіне секреторлық жүктемені азайтады. Өт тастарының пайда болуына жол бермейді. Іш кебуі, метеоризм, іштің ауырлығы сияқты ас қорытудағы проблемаларды жояды. Ауырсынуды жоюға көмектеседі. Сонымен аллахолды қалай дұрыс ішу керек? Созылмалы ауруды емдеу үшін ересектер препаратты 3-4 апта бойы қабылдайды. Бұл жағдайда күн сайын тамақтан кейін күніне 3-4 рет 2 таблетка қабылдау керек. Созылмалы процестердің өршуін және өттің қатты тоқырауын емдеу үшін аллахолды қолдану ұзақтығы 2 айға дейін артады. Бұл жағдайда ересектер күніне 2-3 рет 1 таблеткадан қабылдау керек. Әдетте 7 жасқа дейінгі балалар күніне 3 рет жарты таблеткадан, ал 7 жастан кейін күніне 3 рет 1 таблеткадан қабылдау ұсынылады. Аллахолды қабылдаған кезде ата-аналар препараттың аш қарынға қабылданбауын қамтамасыз ету керек. Өйткені мұндай жағдайларда ас қорыту бұзылыстарының дамуын тудыруы мүмкін. Аллахол табиғи компоненттерден тұрады және оны жүктілік және лактация кезінде дәрігердің нұсқауы бойынша қабылдауға болады.
Есіңізде болсын, алахолды қабылдау кезінде алкогольдік ішімдіктерді ішуге қатаң тыйым салынады. Бауыр мен өт қабының ауруларын алахолмен кешенді терапияның бөлігі ретінде ғана емдеуге болады. Препарат лезде әсер етпейді және өткір кезеңде қолдануға болмайды. Егер сізде оң жағыңыз қатты ауыра бастаса, холециститтің өршуіне тән белгілер пайда болады. Сондықтан оны 2-3 айда бір рет профилактикалық курстармен қабылдауға болады. Бауырды алахолмен тазартудың дәлелденген және тиімді әдістері бар. Бірінші, 14 күнде тазалау. Осы уақыт ішінде барлық қуырылған тағамдар мен тым майлы тағамдарды мүлдем қолданбау керек. Диетаны ұстаған жөн, сондай-ақ кез келген алкогольдік сусындарға тыйым салынады. Екіншісі, жылдам тазарту. Дегенмен бұл әдіс өттің күрт бөлуіне байланысты ас қорыту жолдарының созылмалы ауруларының өршу қаупін жоғарылаумен бірге жүреді. Бірінші күні тұзды іш жүргізетін дәрі қабылдау ұсынылады. Атап айтқанда магнезия 2-3 шай қасық 1 стакан жылы суда ертіп ішіңіз. Кешке клизма қойыңыз. Келесі күні таңертең сіз жарты стакан концентрацияланған алма шырынын ішуіңіз керек. Ал кешке дейін судан басқа тамақ ішпей, тағы 2 стакан алма шырынын ішуіңіз керек. Кешке алахолдың 2 таблеткасын ішіңіз. Және 1 сағаттан кейін 20 мл зәйтүн майы мен 30 мл сығылған лимон шырынынан тұратын жарты стакан су қоспасын ішу керек. Содан кейін оң жағыңызға жатып, бауырыңызға грелка қойыңыз. Төсекте кем дегенде 2 сағат жату керек. Бауырды тазартудың бұл әдісі кейбіреулерде орташа жүрек айнуы мен диареяны тудыруы мүмкін. Таңертең клизманы қойып, күні бойы май қосылмаған жаңа піскен немесе қайнатылған көкөністерді ғана тұтыныңыз. Тамақты аздап тұздауға рұқсат етіледі. Мұндай көкөніс диетасын бірнеше күн сақтаңыз. Бұл тазарту бүкіл ағзаға пайдалы, токсиндерді кетіреді, салмақты азайтады, бүкіл ағзаның жалпы белсенділігін арттырады. Алахол созылмалы панкреатит кезінде. Алахол созылмалы панкреатит кезінде жақсы көмектеседі. Алайда өткір панкреатит кезінде препарат тек зиян тигізуі мүмкін. Осылайша созылмалы панкреатитпен ауыратын науқаста алахолды қабылдау нәтижесінде ас қорыту бұзылыстар жойылады. Метеоризм, іш қату, кебулер және іш аймағындағы әртүрлі жағымсыз сезімдер жоқ болады. Препаратты күніне 3-4 рет 2 таблеткадан 3 аптадан 1 айға дейін қабылдау керек. Созылмалы панкреатиттің өршуімен курс 2 айға дейін артады. Бірақ бұл жағдайда доза тәулігіне 2-3 рет 1 таблеткадан тұрады. 3 айдан кейін емдеуді қайталау керек. Есіңізде болсын, асқазанда алахолды қолданғаннан кейін тұз қышқылының өндірісі артады. Егер дәрі бос асқазанға түссе, қышқыл шырышты қабықты жей бастайды, жаралар пайда болады. Сондықтан қатаң түрде препаратты тамақ ішкеннен кейін ғана қабылдауға рұқсат етіледі. Алахолды қолданудағы қарсы көрсеткіштер және жанама әсерлер. Әдетте алахол ағзаға зиян келтірмейді. Кейде препарат жағымсыз реакциялардың сирек жағдайларын көрсетеді. Әсіресе дозасын асырып жібергенде. Препараттың компоненттеріне аллергия пайда болуы мүмкін. Ол диарея, яғни іш өтуімен көрінеді. Бұл симптом пайда болғанда препаратты қабылдауды тоқтату керек. Сондай-ақ бауыр ауруы кезінде, атап айтқанда жедел түрдегі гепатит, жедел сатыдағы бауыр дистрофиясы, асқазан жарасы, өт жолдары мен өт қабында диаметрі 1 см немесе одан да көп үлкен тастардың болуы, обтурациялық сары ауру, энтероколиттің өршу кезеңі, өт қабында және каналдарда тастар болған кезде. Негізгі қарсы көрсетілімге ерекше назар аударыңыз. Алахол тастардың қозғалысын тудыруы мүмкін. Нәтижесінде каналдар бітеліп қалады және қабыну процестеріне әкелуі мүмкін. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.